Нөмір 39 гимназияның 10 сынып оқушылары қысқы каникул кезінде бір аптада бір кітап акциясы аясында челлендж ұйымдастырды. Осы челленджді 10 А сынып оқушылары 10 Ә сынып оқушыларына жолдайды. Абай жолы Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі тарихи романдар топтамасы. Қазақтың тұңғыш эпопеясы. Бірінші тома 1942 жылы, екіншісі 1947, үшіншісі 1952, төртінші тома 1956 жылы жарыққа шықты. Абай жолы арқылы қазіргі қазақ прозасы күллі дүние жүзі әдеби классиканың шырқау шыңына шықты. Сөйтіп, 19 ғасырдың 40-50 жылдарын Әуезов туған әдебиетіміздің даму тарихында бұрын-соңды болып көрмеген ренессансқа айналдырды. Бірінші кітаптың басында Абай қаладан далаға келе жатады. Асығып, алып ұшып, ауылын сағынып келе жатады. Ал аяғында даладан қалаға кетіп бара жатады. Қарама қарсылыққа, қайшылыққа толы өз ауылынан өзі безіп, түңіліп қашып бара жатқандай. Осы екі арадағы 10 шақты жылда ауылынан Абай көрген жайды, Абай кешкен хәлді, Абай ұққан, Абай сезінген, Абай түйсінген сырларды бір шолып пайымдасақ. Тек Абай басында болған өзгерістерді ғана емес, кітап толы кейіпкерлердің бәрін бір атмосфераға алған үлкен эволюцияны аңғаруға болар еді. Рухани мағынасында Абай бір жағынан сыр мен сезімнен, ой мен санадан құйылып жасалған терең психологиялық тұлға. Бас кейіпкердің парасат пен философияға толы болмыс бітіміндегі қайталанбас қадір қасиетте осында жатыр. Абай кең құлашты, мол тынысты эпикалық тұлға. Бұл тұлғаны автор эпопеяның басынан аяғына дейін өрмек тоқығандай, бірде-бір тынын үзбестен тартып асықпай өріп шығады. Көл-көсір нақты да затты деталь, ұшан теңіз, психологиялық анализ, сан-сала іс-әрекет, қимыл-харекет осылардың бәрі Абай тұлғасын сомдауға қызмет етеді. Осылардың бәрінде де автор өз қаһарманының жан диалектикасын бойлап ілгерілейді де отырады. Абай тұлғасын оқырманның көз алдында көктей өсіп, автордың өзі айтқандай құз жыртасы жарып шыққан жапырақ жайған шынарға символдық бейнеге айналады. Дәл Есенбай биігінің тұсы, және дәл Есенбай жырасының өзі екен. Ей, кәпір, судан қосылған болды ау, баланы алып келіп, бізді баққан екен ау деп ақ көкатты тепкілей берді. Артына қорқақтай қарап, шала бұрылып, көз қиығын тастап көрді. Мас көзіңді, мас деп әзірелдей төніп келе жатқан бірдеме. Атында, кісісінде болжай алмады. Әдейі танытпайын деп бет аузын таңып алыпты. Бұл маңда күндіз шабатын орынның әдеті. Байтаста үн жоқ, өз бетімен зымғап барады. Қолды болса болатын жорға Жұмабай, енді не де болса жанды қармайын деп тақымындағы шоқпарына жармасты. Қуғыншы да сол сәтте шоқпарға жармаса жөнелді. Осы сәтті пайдаланып, қуғыншы шоқпарды Жұмабайдан тартып алды. Жұмабай қараса, мұның шоқпарын тартып алып, қазір үнсіз күліп тұрған бағанағы шәкірт бала, өзі айтқан Құнанбайдың бөлтірігі Абай екен. Жұмабай баладан қорыққанына ұялды да ыза болды. Ей, балам-ау, мына жер жау жатағы, бұл ұрының ойнағына келіп, жаман ырым бастағаның не қылғаның, деді. Абай өзінен үлкен кісінің қорыққанына риза болатын. Құла бестігінің төбелінде жоқ қыпты қарай көр өзін, деді. Жұмабайдың да күлкі бола бергісі келмеді. Жарайсың, ғайыпқа бұйырмаңыз. Сенің мынауың менің көшкенде жүгартамын Саратанға, айтамын не бетімді ой капама деген өлеңім сияқты болдау, деді Байтас. Абай бұны жете түсіне алмады. Ой капа дегені кім тағы, деді. Ой капаны білмеуші медің, ой капа деген менің әйелім ғой. Былтыр ала жазай селік құрып, құрдастарымызбен бірге қыз келіншекпен сауық сайран құрып едік. Енді аяғы қызық бітіп, үйге қайтатын мезгілде жетті. Әйелмен қарарға бет жоқ. Содан кейін осы өлеңді жазып, мен достарымнан 2-3 күн бұрын беріп жіберіп едім, деді. Осы қазір кезде мәтел болып кетіпті, деді Байтас. Сол кезде бұған қызға қараған Жұмабай да Абай да екеуі бұны қызығып тыңдады. Сосын бұған қызға қараған Абай, енді бұның жалғасы не болды? Қалай татуластыңыздар деп сұрады. Мен содан кейін үйіме барған кезде ол маған ұрысқан да жоқ.
Одан да менің алдымнан күтіп алды. Сөйтіп атымды байлады, деді Байтас. Осылай әңгімелесіп келе жатқан кезде қалай Найманкөкке жеткенін де білмей қалды. Сөйтіп Абай өзінің еліне келгенін біліп, тез-тезден асығып үйіне баруға асық болды. Сол кезде Байтас пен Жұмабай айтты: "Қазір сен өзің барам деп жауға жем боларсың", деді. Одан оны қызықтырып тұрған Абай жоқ. Себебі ол үйіне барғысы келді. Оның ұры дегені, жау дегені өзі сияқты қарапайым өзінің ауылының адамдары болып еді. Жай тек үстінде қанжарлары мен жаман киімдері болмаса. Осы желмен құлпыра толып, су бетінде жыбыр қағып, шалқып жатқан ал көде мен селбеу далалары. Далалары емес, теңіздері қандай? Сол даладан көз алмай, тоя алмай, үнсіз телміріп ұзақ қарайды. Шамасы келсе бұл жерлерді құшағына қысып аймалар еді. Сылап сипап, "Мен сені сағындым, өзгелер жаман жер десе де, мен олай демес едім. Тіпті жатсың, бөтенсің де демес едім", деп қараған сияқты. Тағы да шапқылап, алыстай берді, болмайтын болды. Артында қалып, майырға ерген лаушыдай қашанғы текіректейміз. Бұл қорлықты көргенше, "Кел, Жұмеке, біз де аттың басын қоя берейік", деп Байтас бұрыл атты ағыза жөнелді. Жұмабай да еріксіз шапты. Аздан соң Абай бұларды тосып алып, үшеуі бірге ұзақ жарысуға айналды. Қорықтан шыққалы таңертеңнен бөгелмеген 3 салт атты аттарын қан сорпа қылып, кешкі екінті кезінде Көлқайнар ауылына, Құнанбайдың ауылына, Абайдың шешесі Ұлжанның ауылына келеді. Көлқайнар суы мол, бұлағы көп ауыл болған мен кішігірім еді. Мұның бәрі Құнанбайдың ауылы, Абайдың туысқандарының өз ауылы еді. Жоғарда 5 киіз үйде, ақ киіз үйде Абайдың шешесі Ұлжан мен Айғыз ауылы еді. Бұл 3 салт аттыны ауылдағылар бірден байқады. Әсіресе қораның ортасында отырған, қосарлы қойды сауып отырған қатындар бірден байқапты. Шелектерін алып, "Жолаушыларға қалашылар келді", деп келіпті. "Анау Абай ғой, апасына барып айтайыншы", деп қартаң қатын. "Бәсе, телғара, жаным-ау телғара", деп екінші жастау қатын. Сағынған баласын көптен болжап жүрген Ұлжан бүгінге ұйғарған еді. Үйден Зере әжесін алып шықпақ болып, төрде отырған әжені ертеді. Жасы келген Зере әженің сүйікті немересінің бірі Абай еді. Киіз үй маңына жақындай бергенде салт аттылар алдынан бір топ жандар келіп қалды.